О, Сәке, қалайсыз? Жақсысыз ба? Шүкір. Аман сен. Басеке. Басеке. Қана болды. Не болды? Қана. Сендер көтеріліске шықтыңдар ма, или субботникке ма? Тезірек садиктерді ашу керек болыпты ғой, Неге? Уже кішкентайлар митингке шығып жатыр ғой. Ашылсын. Мұстаке, қалай жағдайыңыз жақсы ма? Үй іші бала-шаға аман ба? Мылтық деген осы ма? Не үшін мылтық сонда? Бетімен мылтықтың оғын ұстап қалған ба бұл? Жоқ, бұның қысқа аты мылтық деген. Қош. Шын аты белі бүкір, алысқа түкір. Сен араласпаш? Сен жасыңды сыйлап үндемей тұрың ғой? Әйтсе бар ғой? Тоқташ, жасың қаншада сен өзі? Қанша жастан бастап сыйлайсың? Қолтық, не істеушісің сен өзі? Сен бар ғой, қайтпайды екенсің ғой, Не істеушісің сен, Қолтығын не сен? Болды, қондар. Бетіндер, әркім өз күйеуін ұстап тұрсын. Әркім өз әйелін ұстасын, Болды. Еріксімендер, әркім өз әйелін ұстап тұрсын. Бергіл, қаққа барады? Мен әйелім үйді ғой барып ұстап тұрмын. Жоғы, жынды ма, тұрсы? Не? Тасташ мылтық, бұл сен дәрежең емес. Азиз, қай жақтықсың? Тұрсы? Не болды? Тараңдар тезі, бұл тара. Тез айтыңдар, айтпаса қамайын бе. Бұл. Не? Біз емес төбелесіп жатқан. Қыздар ерексе жатыр, еркектердің қатысы жоқ. Мынау терпела ғой, терпела бәрін айтып қойды ғой. Қалай терпела? Сен сұрағаннан кейін айтып жатырмын ғой мені. Өзің ғой сұраған Не? Адам намысын кейін. Шешшіна формы, төбелесесің ба? Тасташ Михон. Шешшіна. Тасташ. Оның формасын шешкізе алмай жатсың. Шешпейді бәрі бұл. Ол формасын шешше таяқ жейтін біледі ғой же. Қош. Кластасым ғой баяғыда 10 жылдыққа да осы формамен келген бір ұрмақсың. Тасташ болды, Михон. Негіз болмайды ғой. Полиция қызметкерлерін вообще формасыз да ұруға болмайды негізі. Кеш! Мен чорт деп тұрсың ба? Қойшы, Кел ал, шығасың ба? Кешел, қуалап жүріп ұрам ғой. Қойыңдаршы, тастаңдар. Кел ал. Бауырым, қойшы сенде. Негізі ұруға болады формасыз. Болады. Таста, болды. Болды, тараңдар тез. Болды, ұрғызбайым, тұра бер. Отпускіде жүр ғой, пісеше. Сонда да формамен жүр. Болды, тұра бер. Болды, тараңдар тезе. Бұнымен әңгіме әлі біткен жоқ. Кеттік біз. Мылтық! Па! Мылтық. Абайлап жүр. Қойшы сен Әшейіне шақырсан 3 сағат кешік келетін участковый шақырмай жетіп келген айтам де. Ашыланба мылтық, бұл істі бізге қалдыр. Бопты онда, сендерге тапсырдым. Участковый дейтін қалай тез кеп қалды, Участковый болғасын тез келетті, шақырғасын келді ғой. Кім шақырдың? Енді ол әңгіме кім шақырғанда емес. Ол кім шақырса да ол уайымдаған мерекеге бірдеңе болып қалмасын деп жақсылық ойлап шақырды ол. Соған рахмет айтыңдар шақырған адамға. Рахмет сізге. Базар. Жаман қорқақ екенсіз ғой,
Мен мерекені уайымдадым. Өзіңді уайымдаған сияқтысың ғой сен. Вообще жаңағы мылтық деген кім? Мен соны түсінбедім ше. Сол еркек болып туылғанда бар ғой, мен ұрып өлтіретін едім мен оны. Ағай, сіз қайта еркек болғаныңызға қуансаңызшы, шүкір деңіз, шүкір. Шүкір. Қош Михон. Болды, мен дайындалам. Неге дайындаласың? Алып қашпай ақ өзім бара салам деп шештім бе? Ой, жоғый, төбелес дайындалам дейм. Жұта бар ғой, мен ше мына формадан шығып қаппын. Шығып қалғансың. Кезінде бар ғой, сындыратын ем ғой. Ой. Какой-то бір жарты метрден өткенде таяқ жеп қалып, қайтадан таяқ жеуге япас ше. Ой, дайындалу керек. Ой, жатақханада қандай төбелесетін сен, күнде төбелеседі. Мен күнде ажыратып, ажыратудан жұмысқа тұрып кеттім ба деп қалам. Болды, кеттіге дайындалайық. Көмектеріңіз керек, ағай. Болды. Дүндірші кеттік болды. Ең бастысы, қорықпау керек. Болды, ең несі сол бұл. Қорықпаймын. Разба. Қорықпа. 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 Тоқташ. Тоқташ. Қорықпа дедің ғой. Қорықпау керек бұл жерде. Болды. Самый главный сол. Қорықпаса ұра бісікке. Давай. Разба. Сіз ғой қорықтырған ағай, нормальный ма бәрі? Нормально, давай, разба. Қорықпа. Қорықпа. Қорықпа мереке. Тоқташ. Қорқа бермес жедік қой. Басына шықпайды сенен болды. Қорқа бересің. Ағай, қуас па? Мен ба? Сіз ғой қорқып тұрған. Бергенші ағай. Мен ба қорқасың? В общем. Қорқпа дедік. Немене әлі ағайымнан шуаш сатып асыр ғой? Не, аяғыңызбен бокстасқасы ба? Нормально, ешқандай бокстасамайтын адамның әңгімесі де ол. Куника, чусай мынаны! Дайындалайық, кетіп жүр. Дайындалса енді? Қойшы, соғанем қашып кетсе. Ертең тағаным. Мықты спортсменка болып кет. Білесіңдер ғой, мен бір кіріссем күшті болып кететін ше. Әлем чемпионатына қатысып, одан кейін медальдар алып кейін допинг ішкен деп қайтадан медальдарды алып қойып. Қойшы, желание жоқ. Сұлтауыңдай. Базар жоқ саған. Телефоным қақты, Мынау ғой. Любовь моя. Осы сен көрсем тамақ ішім келіп кете береді. Ше мен ше. Михон, не істеп жатсың сен? Мен айттым ғой, сәл 3 күн шыдай тұршы деп. Не болды сонша сұғанақтанып? Күнга. Еркек қызым, жүрмейсің бе? Не мынау қалат киіп алған үстіне? Енді не болды сонша саған? Ванный халат қой кәдімгі. Ванный халат. Не фигурам до того дерзкий ма не? Еркектер сынатындай. Қатырасың Михон бар жүрсің. Қызықсың. Достар, қалай сериал ұнап жатыр ма? Егер сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлай алсақ, онда біз өте қуаныштымыз. Ал енді 30 секунд уақыттарыңызды маған бөлсеңіздер. Шымкенттегі номер 1 шайхана Жәнібеков 67-тегі Кәусар шайханасы. Бұл жерден әдемі атмосферамен бірге дәмі тіл үйретін дәмді тағамдар мен тәттілерден ауыз тиесіздер. Жиынның кез келген түрін өткізе аласыздар. Ал балаларыңыз туралы тіпті алаңдамаңыздар. Балалар ойнайтын алаң дайын тұр. Кәусар, біз сіздерді асыға күтеміз. Мереке!
Рас екен, жүре бермей үйленбейсіз ба? Не бұл? Осы жастар түсінбеймін қазір. Жағдай жасап алайық дей ма? Жоқ әлде жас кезде жүріп қалайық дей ма? Қартайғанша жүреді ғой, созылып, ырғатылып. Михон, сен ақылың орынсыз деп ойламайсың ба? Сен кеше ғой үйленгенің. 30-ға келіп үйленіп, маған ақыл айтпай қойшы сен. Енді мен кеше үйленсем де бар ғой мен. Екіншісін алсам ба деп пландап отырмын қазір. Михон ағай! Ойнап айтамын. Алайын деп жатқан жоқ. Алып қашып кетті. Кімді? Кімді? Мерекені ма тағы? Жоқ, мерекені емес. Толикті ма? Көр, давай. Жоқ, ол емес. Азизді. Азизді? Я? Жүрісінен қорқып өм сол баланы. Шошаң, ана үстіне қалат киіп алып таңа секең етіп. Жүда жеңіл жүрісті бала екен өзі ше. Қолдан ұзатып ақ беретіне құда түсіп келсе соны. Бұл жақта сонда не, еркектерді алып қаша ма? Ой, еркектерді алып қашып келеді. Кім алып қашып? Мылтық дейді ғой. Мылтықтың жігіті бар емес па? Онда олар мен түсіндім. Олар Азиз заложник қып ұстап отыр. Соны құтқаруымыз керек. Кеттік, мерекені шақыр. Барайық. Азиздің артына. Қуғыншылық барамыз ба? Жоқ, құтқарайық деп отыр. Жүр. Тағы кімді алып қашып кепті? Мылтық, мерекені алып қашып келдік. Не үшін алып қашып келдің мынаны? Ағам басқа қызды алып қойды ғой уже. Жоқ, қоя беріңдер, енді әкеп қойыпты. Екінші де артық етпейді. Ой, не істейміз енді? Онда апарсаңда апарып тастаңдар, сендер қайып жұмыс болды ау. Қоя берші, өзім-ақ апарып тастаймын. Шешіндер шаған, басым тұншығы өлетін болған ол. Не жаның ашып отыр оған? Қалайсың Мылтық? Алып қашып кетпесең де келетін еп қой өзіміз, не олсың ша? Осы ма енді екіншісі? Бұны не үшін әкеліңдер? Халат киіп жүргеніне мереке ма деп қалдық, дауысты ұқсайды еще. Апарып тастаңдар е? Апармайық қойыңдар е. Бармаймын мен. Өз еркіммен келдім мен, қалам. Қой, жынды ма кет бар? Апарып тастаңдар мынаны. Қайнаға, үйде жұмыс бар ма? Азан мен тұрып жұмыстарды сеп тастайық та тездетіп қайнаға. Ана шөп шап деп жатыр мен кеше. Бар жұмыс шөп шабайық. Болды, азынан басып соған кірсек та болды. Анау күннің Мылтықтың үйіне не үшін бармаңыз? Ақшаны қашан қайтарсың? Мылтық ұрмасаң, ұрмасаң мылтық. Қойшы! Не үшін бармадыңыз деймін? Ау? Мылтықтың үйіне неғып бармадыңыз? Мен жұмыстарым көп. Ойбай, жұмыссыз отқан адам жұмыстарым көп деген бір түрлі екен. Не жұмыс сіздікі? Не жұмыс дейді? Малға шөп самайын ба? Сиыр сауым керек. Есіктің алдын сыпыруым керек. Су сеу керек, тамақ істеу керек. Ыдыстар анау шашыл. Оның бәрі менің жұмысым ғой. Мен сен дегенді қой. Біз үйленген адамбыз. Енді біз деп сөйле. Сен жұмысың, мен жұмысым деген болмайды. Біздің жұмыс. Ортақ қой бәрі. Оқтан. Мұндай. Бишарам, қол қып жұмсап жатыр екен ғой, я. Қарны ашқан шығар я оның. Жаңа обед ішіп алды ғой бірақ. Өзі сияқты 5 минут сайын қарны ашады деп ойлап жатқан шығар. 5 минут сайын тамақ жейді. Естіңдер ма? Не? Прикинь, тыртық түрмеден шықты ғой. Қош? Мылтықтың баяғы жігіті ғой.